Ассалаумағалейкум ағайындылар. Бүгін тағы бір кішігірім тақырып шығарғым келіп отыр. Вот тақырып бізде мысалға қоғамда әр адам өзін бір бизнесін сататын адамдар жиналса. Біреу мысалға магазин сатысы келеді. Сатып, мысалы 100 квадрат сатып, оның орнына бір 500 квадрат магазин соғысы келеді. Біреулер өзін неше түрлі бизнестер бар ғой, ет саласында, балық саласында, вот неше түрлі бизнестер. Жалпы Қазақстанда сондай адамдар жиналса группаға. Әркім өзінің бизнесін сатысы келеді. Мысалға оның магазині бір 10 миллион теңге тұрады дейік, там 50 квадрат. Өзінің магазинін мысалға 2 есе или 3 есе сатысы келеді. Примерно устав жазуға болады, мысалы акционерный общество құрғанда. Сонда ол там может 2 есе или 3 есе сатса алады, мысалы 4 есе, одан артық болмайды деген сияқты. Сонда әр адамның өзінің бір қызығуы болады да, интересі болады да. Ойланады, мен өз магазинді жай OLX-ке қойып сатсам, сол бағада өтеді. А бұл жерде 2 есе, 3 есе сатып жібере аламын өзім бизнесімді. Енді сондай OLX-тен, группадан бүкіл адамдар жиналып, мысалы группаға, әркім өзінің бизнесін сатысы келеді. Ортаға бір лидер шығу керек. Вот касса деген биржаға мысалға өзін акцияларын шығара алады. Мысалға дейік, мысалға Қазақстанда 5000 кәсіпкерлер бар OLX-те, өзінің бизнесін готовый бизнес подключить деп сататындар. Соның ішінен таңдау керек самый стабильный бизнестер, который минимальный доход алып келсе де, но главное стабильный. Арендада отыратындар қажет жоқ, потому что ол арендада отырған адам собственник болу керек. Собственник этого места или собственник этого магазина деген сияқты, который доход алып келеді. 5000 бизнесті бір ортаға салайық. Мысалға салдыға, әркім өзінің бизнесін сатты. Бірақ сатқанда касса биржа арқылы сатады. Енді ортада бір общий акция шығады. Бір корпорация құрылды, акционерное общество. Сонда 5000 компания бар дейік Қазақстанда, который өзінің бизнесін OLX-те отырып сатты, мысалы. Сол бизнесін сатады. Енді бір бизнесмен магазиннен доходынан мысалға санап береді. Мұны мен пәленше акция аламын. Екінші адам келе алады, айтады, мұны менде туристический бизнес бар, мен осыдан доход түсіп жатыр. Үшінші адам айтады, мысалға менде там такой-то бизнес бар, мысалға қой ұстаймын, қойларым бар, мысалға 100 қойым бар деген сияқты. Вот әркім өзінің бизнесін салады. Большой бір корпорация құрылады, ішінде бір группа құрылады, менеджерлер группасы, который бизнесті контролирует деді. Енді бұл 5000 компания не істейді? Акцияларды сатып алады. Мысалға, сол акциялар сатып алады. Мысалы, мен 10 миллион теңгеге магазин бар еді, мен оны сатып биржада 30 миллионға сатып жібердім. Значит, менің магазиннің атынан жоқ дегенде 30 миллион акция шықсын, мысалға. Бір акция 1 теңгеге теңеледі. Бір акция 1 теңгеге теңеледі. Мысалға деп отырмын да, грубо ғой енді. И сөйтіп акционерлер өзінің акциясын шығарады, не істейді? По факту мен өзім акцияларымды магазинде отырып доходтан өзім выкупаю. Бұл жерде как саранчада 5000 адам барады, начинает акцияларды скупать. Акцияларды алады да, соны акциялар алғанда, это как бір-бірімізге помощь, вложение. Бір-бірінің бизнесін сатып алып отырсын. 5000 адам, мысалға, бәрі жабылып акция алса, бір адам бизнесін сатып аламыз. Екінші адам бизнесін сатып аламыз. Үшінші адам бизнесін сатып аламыз. Төртінші адам бизнесін сатып аламыз. Бәрі жабылып. Бесінші адам постепенно бір қадаммен кете береді, әр адам. Енді ол адамның бизнесі кімге қалады? Ол адамның бизнесі
мынау акционерный общество құрылды ғой. Акционерлердікі болады. Жалпы айтқанда қоғамдық болады. 5000 акционер болады. Сол 5000 акционердің солар акционер болады. Енді қараңыз, игра акцияларды қалай ойнайды мысалы. Бір акция 1 теңгеге теңеледі. Келесі күні ол уже 2 теңгеге теңелді. Үшінші күні 3 теңгеге теңелді. Вот представляете, мысалы мен мысалға 1 миллионға акция сатып алдым. 1 теңгеге теңеледі. Ертең ол жәмеде өссе, мысалға 500 теңгеге дейін өссе, уже 500 миллион ұстадым. 1000 теңгеге теңелсе, значит мен барамда уже 1 миллион теңгеге сатып алған акциям уже 1 миллиардқа кетті. Өседі да. Вот постепенно акция қалай өседі? Акция ол компанияның жаңағы өсуіне байланысты. Енді қараңыздар, ортаға бұрында отырған жігіттер, мысалға тәтелер, апалар өзінің бизнесін сатам, OLX-ке шығарып, бизнес под ключ деп отырады да, бұл жерде олар өздерінің бизнесін 2 есе 3 есе сатып жібере алады. И плюс сол акционерный общество құрылған кезде, сонда ол өзінің бизнесіне қайтадан акционер болып қалады. Енді акционерный обществода мынандай не бар? Біреулер мысалға акцияны арзаннан алады, қымбаттан сатады, секіріп кетеді. Арзаннан алады, қымбаттан сатады, сөйтіп как перекупщик отырады. Басқалар акцияларды ала береді. Мысалға маған акция қай кезде керек емес. Мен чем долларда храниткенше, маған мысалға срочно Қытайға барып, мысалы товар алған кезде менде акция бар, правильно? Ол акция өсіп отыр. Чем долларда храниткенше, маған выгодно хранить в акции. Мен не істеймін? Мен өзім акциямды сатам. Сатам басқа біреуге. Ол акция сатып алды. Маған валюта аудар. Как обмен валюта ғой негізінде. Вот, ну, обмен валюта емес, бұл жерде просто маған валюта керек. Юань керек. Или доллар керек. Мысалы, юаньды алдым, сосын барамда оған акциямды берем. Ол акционер болады. Оның акциялары өсіп жатыр. Вот, бәріне выгодно. Маған ойланам, долларда храниткенше, онда акцияда храниткен жақсы. Тем более, мен уверенмін бұл компанияға. Бұл жерде 5000 бизнес тұр. И әркім 5000 бизнесі өздерінің акцияларын выкупает. Вот, акциялар өсіп жатыр. Біреу сұрақ қояды ғой мысалы, ол акциялар өскен кезде аяғында кім алады ол акцияларды? Кімге қалады ол акцияларды? Өздерің ойлаңыздар. 5000 бизнес бар. Бір крупное акционерное общество, корпорация мощная. Сонда сол бизнес мысалға кімге қалады? Оның формуласы мынандай. Мысалға компанияда бір контрольный пакет ұстайтын адам болады. Ол президент корпорация болады. Ол кім? Ол 50%, 51% ұстап отырған жалпы адам болады. Одан кейін совет директоров құрылады. Директорлер одағы құрылады. Оған 50% или 49% акционерлер кіреді. То есть жаңа акцияларды алып, не істеп отқан. Аяғында, то есть мысалға ойын честный да, шындықта мысалға ол компанияға қызықпайтын адамдар өзінің бизнесін уже сатты, свое уже 2 есе 3 есе алды мысалға. Керек емес ол мысалға дейік. Маған мысалға акционерный обществоның 5000 компания прибыли керек емес дейін. Мен өзім магазин саттым да, оның орнына тағы магазин соқтым, крупный магазин. 2 есе 3 есе сатып жүрдім. Бірақ анау акционерлер менен, который магазинді быстро скупили мысалға, енді олар менің магазин акционер болады, хозяин болады. То есть, честно да, кто ойынан шығам десе, кетеді. Кім корпорацияда президент болып қалам десе, 5000 компаниядан долю көреді. Өзінің долюсын көреді. Қалған акционерлер, совет директоровта, олар тоже равноправный партнерлар, олар да өздерінің долюсын көреді. Вот компания негізінде акционерный общество бір чуть-чуть такой, не да, более такой энергичный не бар жерде, акцияда
ешкімді қинамайды. Только ол жерде әркім өзін бір нәрсесін ұстағысы келеді. Акция өсіп жатыр, алады, өзін барады да біреуге сатып жібереді. Стабильный компания болса, әркім ойнағысы келеді ол акциямен. Барады да өзінің акциясын 100 теңге алды, келесі күн там 120 теңгеге сатып жатыр. Вот. Оны алған адамдар просто қағаз алып отқан жоқ, фантик. Ол бағалы қағаздар. Ол бағалы қағаздардың артында дивиденді отыр. Ол бір компанияның, крупный корпорацияны оқиды историясын, тарихын. Онда 5000 компания бар екен. 5000 компаниядан доход түсіп жатыр екен. Ол доходқа ол компаниялар не істеп жатыр? Олар өздерінің акцияларын қайтып сатып алып отыр екен. Яғни мен бұл ойынды ойнағым келеді деп ойланады да. Вот. Енді бұл мысалға айтып отқан тақырыптарым мысалға нәтиже болсын деп жатырмын да, мысалға. Арамызда мықты лидерлер болып жатса, касса деген биржаға мысалға өздерінің акцияларын шығарсын. Акцияларын шығарсын под общий АО, акционерный общество. Ол шығарған акциялар ертең ол мысалға тоже прибыль көреді ғой, мысалы. Как қателеспесем, главный эмитент дейді, главный человек, который сол акцияларды шығарды, сол акциялардың арқасында ол прибыль көреді. Енді ол, конечно, ойлану керек. Мен акция шығарам, бірақ мен сияқты адамдар көп биржада. Мен қызықтырамаймын ешкімді. Бір фабрикамен деген сияқты, или бір какой-нибудь бір товармен Қытайдан. Қазір бір қызықтыратын жақсы тақырыптар керек. А давайте, чтоб маған біреу поддержка беру үшін, мен OLX-тен или жалпы кәсіпкерлер Қазақстаннан мысалы 5000 кәсіпкерлер, бизнесмендерді шақырсам, который өзінің бизнесін OLX-ке қойып сатып отыр. Магазин, кафетерий, парикмахерский сатып отыр әшейін. Сатып, басқа бизнеспен айналысайын деп отыр. Более крупный. Енді мне же надо их заинтересовать. Мен ол бизнесті, давайте жігіттер 2 есе 3 есе аламыз. Қалай аламыз? Оны биржаға саламыз. Қоғамға саламыз. Общественный деятельный бизнесмендерге саламыз. Ол жерде игроктар болады. Біреу арзаннан алады, қымбаттан секіреді. Но вложение істеп отыр. Біреулер алып, мысалға в конце сол компанияның акционері, директор болып отырады. Или контрольный пакет ұстайды, или сол компанияның совет директоровына кіріп акционер болады. Мен мысалға могу сделать вот так. Өзім магазинім сатамда, 10 миллион магазин, 30 миллионға. Мысалы 3 есе саттым дейге, там 40 миллионға. Вот так я с таким условием кірдім. Устав компанияға. Там 4 есе көбейтуге болады деген сияқты. Мен өзім акцияларымды сатып алып отыра берем. Акциялар өсіп отыр. Мен өзім 40 миллионға сатып, побольше магазин соғып алдым. Мен ничего не теряю. Өзім магазинді уже акционерный обществоға передал акционерлерге. Содан тек қана дивиденді көрем. Енді и еще мен өзім корпорациямда, қоғамдық акционерный обществода өзім хозяин болып қалып тұрмын ғой, по идее. Как акционер болып қалам все-таки. Малый доля болса да, сол прибыль көрем содан. Вот. Чем больше акций, конечно, мен больше прибыль көрем. Вот. Ойланатын нәрсе да, мысалы. 5000 кәсіпкерлер, әрі кәсіпкер сол бизнес, өзінің бизнесі, парикмахерский, шаштараз, там, таксопарктар, мысалы, өзінің бизнесін барады да сатады. Барады да, и сосын барып доля көреді. Мысалға, мен өзім таксист болған соң, такси жағын айтайын. Мысалға, бізде мысалға Алматыда қаншама жас балдар мысалға под кредит машина алып алған, и өзінің машинасын енді кредитінде төлей алмайды, тезірек соны сатып жібергісі келеді. Не істейді? Мысалға, мен оларға айтам, жігіттер, давайте онда таксопарктар бірігейік, физлицолар бірігейік. Мысалға, 500 машинаны аламыз да,
сатамыз. Бір компания ретінде, бір корпорация ретінде аламыз да биржаға сатамыз. Енді ол 500 машинаны бір таксопарк қылып, жаңағы ремонтный, жаңағы СТО ашып, не істеп, 500 машина енді прибыль алып келеді ғой бізге. Сол барады да өздеріміз акцияларымызды скупает. А анау 500 водитель өзінің машинасын резко сатып жіберді. Ойында қалам десе, өзінің акцияларын сатып алады. Ойында қалмайым десе, машинасын сатты, кетті. Машинаны қоғамға берді, биржаға. Акционерный общество. Енді ол компания барып выкупать еді. Соны арамызда мықты лидерлер болыватса, басқаратын лидерлер болыватса, осы идеяны қолға алыңдар, ручка, қағаз алып жазыңдар. Вот, сосын барып действие керек, амал жасау керек. Вот. Бүгін мысалы тақырып акционерный общество. Лидерлерге арналған жолдау істей алатын болсаңдар, кассы биржаға акция шығарып істеңдер. Елді байытыңдар, өздерің де байыңдар, мен сияқты адамдар да байысын, бәріміз байып иншалла. Ассалаумағалейкум.